Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы қолөнер шебері. Жаңа сөздер: алқа, сандық, тоқу, бұйым, тері, түсір. Экранда көріп тұрғандарыңыз бұл бізде жіктік жалғау, оқушылар. Жіктік жалғауы жекеше түрде бірінші жақта мен, екінші жақта сен, сыпайы түрде сіз және үшінші жақта ол. Ендеше бірінші жақта мен тоқимын, екінші жақта сен тоқисың, сыпайы түрде сіз тоқисыз, үшінші жақта ол тоқиды. Оқулықтарыңыздағы суретке қараңыздар және менен кейін қайталаңыздар. Алқа тоқу. Алқа тоқу. Жарайсыздар. Тыңдалым айтылым бойынша бірінші тапсырма: мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Маған Балнұр гүл сыйлады. Ол гүлді моншақтан жасапты. Балнұр маған моншақтан жасалған бұйымдарын көрсетті. Ол маған моншақ тоқуды үйретті. Мен қазір моншақтан гүл, алқа, сандық тоқимын. Мәтіннің орысша нұсқасы. Сұрақтарға жауап беріп көрейік. Балнұр оған не сыйлады? Балнұр оған гүл сыйлады. Балнұр бұйымды неден жасады? Балнұр бұйымды моншақтан жасады. Балнұр нені үйретті? Балнұр моншақ тоқуды үйретті. Ол моншақтан не тоқи алады? Ол моншақтан гүл, алқа, сандық тоқи алады. Орысша нұсқасы. Оқылым бойынша екінші тапсырма: мәтінді оқы, жаңа сөздермен сөйлем құра. Нағашы атам қолөнер шебері. Ол кісі теріден қамшы тоқиды. Атамның қамшылары көрмеде тұр. Атам туралы кино түсірді. Менің де шебер болғым келеді. Мәтіннің орысша нұсқасы. Енді сөйлемдер. Бірінші сөйлем: мен атаммен теріден жасалған бұйымдар көрмесіне бардым. Мұнда жаңа сөз: теріден. Көрмеде атам тоқыған қамшыда тұр. Тілшілер қолөнер шеберлері туралы бағдарлама түсірді. Жазылым бойынша үшінші тапсырма: сурет бойынша мәтін құрап жаз. Оқулықтағы суреттерге қарап, сөйлем құрастырып жазып көріңіздер. Менің нағашы ағаларым қолөнер шеберлері. Олардың өз шеберханасы бар. Олар онда күмістен әртүрлі бұйымдар жасайды. Қазір олар күмістен алқа, білезік, жүзік жасап жатыр. Олар бұйымдарды ұлттық өрнектермен әшекейлейді. Сөйлемдердің, яғни мәтіннің орысша нұсқасы. Жазылым төртінші тапсырма: кім, қандай, не істеді деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді бөлек-бөлек бағанға жаз. Сіздерге мына сөздер берілген: Әлібек ақылды, тоқиды, Саша тартады, қолөнер жасайды, еріншек түсірді, үйретті, нағашы атам күміс бояды. Мысалы, Әлібек. Қандай сұрақ қойсақ болады, оқушылар? Кім? Әлібек. Жарайсыздар. Қандай? Ақылды. Жақсы. Не істеді? Тоқиды. Осылай арғарай өздеріңіз сұрақ қойып көріңіздер. Тексеріп көрейік. Кім? Әлібек, Саша, нағашы атам. Қандай? Ақылды, еріншек, қолөнер, күміс. Не істеді? Тоқиды, тартады, жасайды, түсірді, үйретті, бояды. Жарайсыздар. Кел, жаттайық. Мүсінші. Тасқа бедер саламын, егеп қырнап жонамын. Шеберлігі шыңдалған, мен мүсінші боламын. Рахат Қоспармақов. Есте сақта. Мен моншақтан сандық жасадым.
Ол гүл жасады. Елдос моншақтан әртүрлі бұйымдар жасайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.